Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен екі түрлі майонез жасау тәсілімен бөлісетін боламын. Сонымен біріншісін бастаймыз. 200 грамм майға 100 грамм сүт, шай қасық тұз, шай қасық горчица, үлкен қасықпен 9% уксус және блендер керек. Сонымен майды құямыз сүтпенен. Соны бірінші шайқаймыз. Бұны ең жоғарғы скоростта 1-2 минутта дайын болады. Қоюланғаннан кейін үстіне тұзымызды, горчицамызды, уксусымызды салып, тағы 1-1,5 минут қана айналдырамыз. Сонымен бұл тәсіл осымен бітеді. Міне біздің майонезіміз осындай болып шықты. Қою, керемет, дәмді. Осындай. Бұған біздің көп уақытымыз кеткен жоқ. Тек қана 3 минутта дайын болды бұл тәсіліміз. Бірінші тәсіл осымен бітті. Біз енді екінші тәсілімізді бастаймыз. Бізге май 250 грамм, бір жұмыртқа керек. Горчица, тұз, шекер, лимон сығындысы. Бірінші жұмыртқамызды 5 секундқа ыстық суға салып аламыз. Әрі жылиды, әрі тазалық үшін. Үстіне майымызды құйып, жұмыртқаның үстінен баса отырып, блендерді жоғары көтеруге болмайды ол кезде. Осылай жұмыртқаның үстінен басып отырып қозғаймыз. Міне біздің уже майонезіміз қойылып қалды уже бастан. Енді горчицамызды, тұзымызды, шекерімізді, лимон сығындысын қосып, жақсылап араластырамыз. Сонымен майонез дайын. Міне майонезіміз дайын болды. Қою, дәмді, керемет, әрі жылдам орындалатын майонез. Уксус пенен лимон сығындысын ұзақ сақталу үшін қосылады. Чеснок, басқа дәмдеуіштерді қосып істеуіңізге болады. Міне аппақ болып тұрғаны сүтпенен, сарғыш болып тұрғаны жұмыртқаменен істелінді. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса тіркеліп лайк басып отырыңыздар.